Барлығына сәлем. Бактериялар әрқашанда зиян емес. Керісінше, микроорганизмдер теріміздің бетінде, тіпті олардың көпшілігі дененің ішінде орналасқан. Бактериялар ас қорыту органдарының қалыпты жұмыс істеуіне, барлық дене жүйелерінің белсенділігіне көмектеседі. Көзге көрінбейтін, бірақ әдеттен тыс пайдалы микротұрғындар болмаса, дене жай өлетін еді. Егер бактериялар ересек адамның денесінен бірден жойылса, жалпы салмағы 3 келіден асады. Көбісі ауруды тудырады, қабынуды, тітіркенуді және әлде қайда ауыр ауруларды тудырады. Дененің кейбір бөліктерінде және адам мүшелерінде тіпті жақсы гигиена жағдайында басқаларға қарағанда бактериялар мен басқа да ластаушы заттар бірнеше есе көп. Бүгінгі видеода адам денесіндегі ең лас жерлерді айтатын боламыз. Сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңырау түймешесін басып қойыңыз. Ендеше біз бастаймыз. Ауыз адам ағзасындағы ең лас жерлердің бірі. Ғалымдар 10 секундтық сүйіспеншілік сілекейді тасымалдау кезінде адам серіктесімен 80 миллион бактерия алмасатынын анықтады. Енді олардың саны әрқашан ауыз қуысында қаншалықты көп екенін елестетіп көріңіз. Ауыздан жағымсыз иіс егер асқазан мен тіс ауруларына байланысты болмаса, микроорганизмдердің санының көбеюіне әкелетін шіруге, тамақ бөлшектерінің ыдырауына байланысты. Теріс салдардың алдын алу үшін мамандар күніне 3-4 рет тістерді тазалауды және әрбір тамақтан кейін тіс жібімен ауызды шаюды қолдануды ұсынады. Ауыздағы ең лас мүше тіл. Дәл осы органда бактериялардың көпшілігі жиналып, жиі жағымсыз дақтарды құрайды. Әдетте көрініс ас қорыту жүйесінің ауруларымен байланысты. Бірақ дақтарды қараусыз қалдыруға болмайды. Сыртқы көріністің себептерін жоюмен қатар симптомдарды жою қажет. Тілге арналған арнайы щеткамен тілді тазалаңыз. Тердің жағымсыз иісін жоюдың маңыздылығын бәрі біледі. Көптеген жарнамалар теледидар экранынан қолтық гигиенасын сақтау қажеттілігі туралы хабарландыруды көрген. Қате түсінікті жоюға турарлық. Жаңа піскен тердің иісі ештеңеге ұқсамайды. Сіз мысалы спорттық жаттығулар кезінде білекке бөлінген терді иіскеу арқылы ақпаратты оңай ескере аласыз. Ауыздан жағымсыз иістер мен бактериялардың өзара әрекеттесуінен туындайды. Қолтықта ауыздағыдай микробтар көп. 1 шаршы сантиметрге шамамен 80 миллион бактерия. Нәтижесінде тердің ыдырауы, шіру процестері басталып, жағымсыз иіске әкеледі. Дезодоранттарды қолдану сұйықтықтың бөлінуін азайтады. Бірақ қорғаныс құралдарын қолданғанда аксиларлы бактериялардың саны азаймайды. Тері қатпарлары. Тері қатпарларында жиі жөргек қыздыру, бөртпе, қабыну пайда болады. Барлығы микроорганизмдердің белсенділігін тудырады. Жылу тердің арқасында олар белсенді түрде көбейе бастайды. Бұл адам ағзасындағы бұл орынды ең лас жерге айналдырады. Көбінесе проблема артық салмақтағы адамдарды алаңдатады. Барлық қатпарларды дұрыс түрде гигиена сақтау мүмкін емес. Сондықтан жиі немқұрайлық жағымсыз иістің пайда болуына, ауыр тері ауруларына әкеледі. Мәселе артық салмағы бар адамдарға ғана қатысты емес. Көбінесе кеуде астында қыртыс пайда болады. Бұл ұқсас проблемаларды тудырады. Шаштың астындағы тері. Дененің шаштармен жабылған жерлері басқа жерлерге қарағанда лас. Елдерге, әсіресе шашы дененің едәуір бөлігін жабатын адамдарға қиынырақ. Гигиенаны одан да мұқият сақтау қажет. Шашта микроорганизмдердің көбеюі үшін қолайлы жағдай жасалады. Сонымен қатар оларға шаң мен кірдің көптеген микробөлшектері кептеліп қалады. Шаштың көп бөлігі баста. Мұнда бактериялардың қуанышына тер, май бездерінің белсенді секрециясы сияқты факторлар қосылады. Нағыз курорт. Сондықтан шашыңызды сусабындардан және аптасына 1 рет шашты жуу туралы күмәнді кеңестерді ұмыту керек. Осындай ұзақ уақыт ішінде май және пот бездері заттардың үлкен мөлшерін шығарады. Қайызғаққа, себорияға және қабынуға әкелуі мүмкін. Кіндік адам денесінің ең лас жері. Ғалымдардың соңғы зерттеулері адам ағзасындағы ең лас жер кіндік екенін көрсетті. Мұнда орта есеппен 70-ге жуық түрлі бактериялар өмір сүреді. Әрине, жалпы санды, мысалы, ауыз қуыстағы микробтардың көлемімен салыстыруға болмайды. Дегенмен сынақтар көрсеткенде, адам ең аз күтіммен жуатын дененің дәл осы тұсы. Егер ол тереңдетілген пішінге ие болса, оны жуу қиынға соғады. Душ қабылдау кезінде орынды жақсылап шаю мүмкін емес. Сонымен қатар шұңқырға түскен су тамшылары микроорганизмдердің одан да көп көбеюін тудыратын жерге қалады. Олар үшін бұл жер тамаша орта жасайды. Жылы ылғалды
Денеңіздегі ең лас жерді әрқашан таза ұстау үшін оны дымқыл матамен сүртіңіз. Аптасына бір рет сізге сабынды ерітіндіге батырылған мақта тампоны немесе антисептикпен тұнба қажет болады. Мысалы, түймедақ, фуросилин, суттегі асқын тотығын қолдануға болады. Орган ашырышты қабаттармен байланысты емес, қабыну сирек кездеседі. Бірақ бұл факт кіндік дененің ең лас жері екендігін жоққа шығармайды. Достар, бейне осымен аяғына жетті. Бейне ұнаған болса арнаға жазылып қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.